Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осы видеомда ыстық күнде шөлді басатын шие компотын дайындаймын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен осындай үлкен кастрөлға су құйып аламыз. Мендегі су мөлшері 4 литрдай шамамен. Жуылған шиелерді суымызға саламыз. Одан кейін үстінен қант саламыз. Компоттың дәмін келтіретін осындай каркаде дейтін гүлді қосамын. Енді барлығын араластырып, жақсылап қайнатамыз. Он 15 минут қайнатып алғаннан кейін барлық жидектері мен гүлдерін осылайша сүзіп аламыз. Міне компотымыз дайын. Енді кувшинға осылай құйып қоямыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше болады. Бұрын соңды каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа видеоларды көретін боласыз. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.